Жаңа конституция жобасында халықтың денсаулығын қорғау, қолжетімді медицинаны қамтамасыз ету және салауатты өмір салтын қалыптастыруға ерекше мән берілген. Осы бағыттағы шаралар Алматыдағы кардиологиялық орталық ұжымында талқыланды. Мекемеде жылына 1,5 мыңнан аса жүрек ашық операциясы жасалады. Оның ішінде жүректің қан тамырлары таралуына байланысты күрделі оталар да бар. Жыл сайын 11 мыңнан аса науқас емделіп, 35 мың адамға дәрігерлік кеңес беріледі. Сонымен қатар еңбегі еленген үздік дәрігерлер мен тәжірибелі мамандар марапатталып, олардың денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі жоғары бағаланды. Осы біздің орталықта ең көп Қазақстан бойынша жабық түрде жаңағы инфаркт кезіндегі болып атқан ем шаралар қолданылады. 6,5 мыңнан аса жаңағы зерттеу тәсілдері қан тамырларына жасалатын болса, соның ішінде 3,5 мың, 4 мың жуық науқастар емін алуға мүмкіншіліктері бар.